Сәлем достар, сіздермен бірге Жанерке. Мен сіздермен тағы да қауышқаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен кітапты қалай дұрыс оқу керек деген тақырыпта әңгіме қозғайтын боламыз. Кеттік. Ең алғашқы, ең әуелі сіздерге айтарым, біздің көбіміздің жіберетін қателігіміз ол таңдау. Яғни қандай кітапты, қандай автордан, қандай жанрдан керектігін білмеу. Және осының кесірінен көп адамдар өзіне дұрыс келмеген кітапты, өзіне ұнамайтын тақырыпты алып қойғаннан дұрыс оқи алмай қалады, немесе кітап қызықсыз болып, әйтеуір бір оқылмай қалады. Осы проблемалар болмас үшін ең әуелі бізге қандай жанрда және авторды зерттеп, толығымен өзімізге не керектігін біліп алу керек. Сіздерге екіншіден кітапты жақсы таңдадық, алдық, енді оны қалай дұрыс оқу керек. Ең әуелі дұрыс оқу барысында айтатыным, кітапты сіз ең алғашқы бастаушы, жаңадан кітапты оқып жүрген адам болсаңыз, онда сізге бірден 10-20 бетті батыр сынып оқып тастау керек емес. Себебі одан кейін сіздің миыңыз көп ақпаратты естіп, көп ақпаратты көргеннен кейін сізге келесіде кітап оқу қиын болады. Яғни былайынша айтқанда өте қиынға соғады. Сол себепті ең әуелі 1-2 беттен аз-аздан үздіксіз бастауды сізге кеңес етер едім. Және үшіншіден, мен көбіне естіп жүрген тағы бір кітап оқу жайлы ақпарат, ол мазмұн. Яғни кейбір кітаптар болады, қазақ әдебиеті деген секілді кітаптардан бөлек, мотивационный, қазіргі таңдағы өте былайынша айтқанда популярный кітаптардың мазмұнына қарап, сізге керек деген, ең қызықты деген тақырыптарды оқу. Былайынша айтқанда өте жақсы әдіс, бірақ та басынан бастап соңына дейін оқып қалған, кітапты атидо түгелімен оқып үйреніп қалған мен сияқты адамдарға ол қиынға соғуы мүмкін. Бірақ та жалпы жақсы ақпарат, сол себепті сіздермен бұнымен де бөлісейін дедім. Және ең бастысы, кітапты оқығаннан кейін кітабыңызды өміріңізде дереу пайдалану. Яғни қандай да бір ақпарат көрсеңіз, оқысаңыз, оны өмірде пайдалану. Әйтпесе ол оқи беріп, миыңыз ақпарат тұра бергеннен сізге ешқандай да пайда жоқ. Сол себепті кітапты алдыңыз, оқыдыңыз және өміріңізге пайдаландыңыз. Бүгінгі менің видеом сіздерге өте пайдалы болды деп есептеймін. Сол себепті маған қолдау ретінде өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, маған парақшама жазылып, лайкыңызды басып қойыңыз. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.